Cinema ұсынады. Он жыл бұрын нұрға толы жанымыз, арман қуып кеткен едік бәріміз. Он күндей боп, 10 жыл өтті, кездестік. Бас қосуға арналады әніміз. Dostlar gittik de biz esiye Бар қызығын өмірден бірге жиі 10 жыл өтсін, жыл 20, 100 жыл өтсін Амандықпен әрқашан кездесейік Бір ұядан төлеп ұшқан құстармыз Жақсылық пен адалдыққа құштармыз Еңбекпенен тіршілікке сән беріп Достық туын әркез биік ұстармыз Dostlar gittik de biz esiye Бар қызығын өмірден бірге жиі 10 жыл өтсін, жыл 20, 100 жыл өтсін Амандықпен әрқашан кездесейік Бар қызығын өмірден бірге жиі 10 жыл өтсін, жыл 20, 100 жыл өтсін Амандықпен әрқашан кездесейік Dostlar gittik de biz esiye Бар қызығын өмірден бірге жиі 10 жыл өтсін, жыл 20, 100 жыл өтсін Амандықпен әрқашан кездесейік
76 жылдық түлектер, класстастар. Өтесініп. Ореке. Әлі сюрпризім бітпей жатыр ма? Ал қадірменді класстастар, 76 жылдық түлектер. 40 жылдыққа басымыз қосылып, не арқа-жарқа болып көрісіп жатырмыз. Манадан бері күтіп, уже бәрі келіп болды деп ойлаймын. Енді дастарханға жайғасайық. Abdülhakim, özüm klasik öpüşünü çıkartmış, aksin yargılasın, çıkarsın. Ya, normal etmezsin, sen Allah'ın yapma. Cemile'den bakalım bence. Hayırlı geç, kuvvetli ағайындар. Сәлеметсіздер ме? Оңаша естиятындағы орта мектепті 1966 жыл табалдырықтап, 1977 жылы сол мектептен 76 жыл қанаттанып ұшқан құрметті азаматтар, яғни сыныптастар. Ал енді сыныптастардың қасына еріп келгендер атымды атамады деп ренжімесін. Әбдірәдейін қойыластар да құрметті ағайындар, мынау Adam korlamasa. Еріп келгендер ғой. Классында осындар біз сіздің классында қыздар бар не? кеше ғана сияқты еді, мынау Әбіл марқұм Жаңғырбай ағамыз бар, Мәрияштың үйінде бір ана қариге тығылып, сонша 30 адамға бір бұтық шампанскийіміз бар, жасырып, тал түсте билеп, кешке болса болмайды деп тығылып жүріп, соңғы кездесуді, соңғы бешікті өткізіп, жан-жаққа жанталасып, осыдан кейін тезірек құтылсақ мектептен бірдеңе тындыратындай, қатыратындай болып жан-жаққа қашып едік таразып. Арман Қобанда кеттік, мында кеттік, Алматыдан, Ташкенттен, Нөкістен оқу деп жүріп, енді қарап отырсақ, сол кеше ғана сияқты 40 жыл өте шықты сымырақ. Мектепке барғанымызға 50 жыл өтіпті, алғашқы аттағанымызға. Кеше балапан басына тұрымтай түсіна заман болды. Кімнің қайда жүргенін, істеумек тұрмақ қайда екенін білмейтін де уақыт өтті. Енді міне бұлайға тәуба дейік, бір-бірімізді сұрайтын, кім қайда жүр деп іздейтін жағдайға жеттік, іздей бастадық, таба бастадық, тауып та жатырмыз. Мынау нәтижесі. Аллаға шүкір, біразымыз біразымыздың басымыз қосылды. Анау жоқ, мынау жоқ, аз деп санамай, осыған шүкір дейіп, көп адамның басы қосылыпты. Жақында болып жатыр, өткендерін естіп жатырмын, 5-6 адам жиналыпты, табылмапты, ойбай бізде ешкім жоқ, енді жыл өткіземіз бе, өткізбейміз бе дегендерді әңгімелеп естіп жатырмыз. Олардың қасында тәуба, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Енді осы күнге жете алмай қалған арамыздан ана дүниеге аттанып кеткен дос болғанда да айырылмас бірге жүретін азамат жігіттер, небір құрбыларымыз ерте өмірден озып кетті. Олардың енді артындағы бала-шағалар олардың көрмегенін көрсін, көрмеген қызығын соларға жазсын, көрмеген жасын. Тағдырдың ісіне шара жоқ, амал жоқ, үшкет, бірақ дегенмен сол кісілерді еске алып, естелік айтып, жоқтап ішімізден. Осы марқұмдардың құрметіне арамызда Базекеңді өзім қалай көріп тұрмын, ауылдан келген азамат, молда, хабары бар жігіт. Осы жігіттердің, марқұмдардың құрметіне арнап бір
Құран бағыштап жіберсек. Марқұм Ораз азамат ағет, жігіттің төресі еді, жігіт ағет. Енді орында бар оңалар деген, мынау Зәуре келін алып жатыр, әкеше көкелі болып жатырым дейді. Тәуба дейді, орын жоғалтпай, Ораздың ошағы сөнген жоқ, алғасы батыр дейміз. Одан кейін Қожабай есер жігіт еді, есекейік деген. Базарбай, Құрбанбай. Мотоциклінің алдына доңғалағын алып тастап, мопедтің доңғалағын салып алып, каналдан секіртіп өтіп жүретін еді. Артына мінуге қорқады еді, мінгесі болса тоқтамай қояды. Сол зуылдаған доңғалақ асығыстық қой деймін. Зуылдап жүріп, өтті де кетті өмірден. Сұлтанәлі, жігіттің Сұлтанәлі. Біздің әкеміз 11-ші кластан оқытты ғой, Сахида өледі оны. Тобанияз дейтін еді. Арқаталар Тобанияз деген батыр болған ғой. Келі батыр Тобанияз. Дүйсен. Енді жігіттің төресі, жігіттің сұлтаны деп айтпай, қыздай жігіт еді. Әдемі жігіт еді, момын жігіт еді. Момындығын пайдаланып, бәріміз оны дөмше дейтін еді, анау дейтін еді, мынау дейтін еді. Қанша десек те әрқайсының орны бар екен. Бүгін солардың орны Нұрейік. Шарипа деген қызымыз бар еді. Ол да марқұм болып дүниеден озыпты. Шаханова Замира деген қыз болды. Орыстың тілінен бірінші 9-дан естіп таңғалып, асқарлар аңдып жүріп, тағы бір ауыз сөз айтшы, тағы бір сөз айтшы деп бізден жүгіріп жүр. Орысша сөйлегенін қызық қой, алғаш біздің класқа келгенде. Осы қызымыз да дүниеден озып кетіпті. Енді осы азаматтарды еске алып, Базекең өзін бағыштап бір құран оқып жіберсін. İzinde veren dostları, dul kızları, jас eder, suların görmeyip görüp, suların jас eder, bizlere görmesi versin Allah. Bizine түсіп, орынларынан аулап түсіп жатқан шығар. Жәмиланың әпкесі Мария үстелінен өткен екен. Кешіріңіздер, жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін жақ жоқ дейді енді. Ертеде жоқ, Дүйсен нәубет, оқысып неден озды деп естіміз. Оны шу білмейді. Иә, белгісіз жұмбақ нәрсені әлі хабары жетпегенше нет дела дейді ғой, орыстар айтады. Әлі оның бейіті, мәйіті табылмайынша, оны біз өлімге айтуға құқығымыз жоқ, сондықтан да. Әулет, енді бір алла білер. Ал енді тірі-тірлігін болады. Өлгендердің алдынан жарылқасын. Енді арада бәленбай жыл өткенде бүгін бас қосып отырмыз. Сондықтан ойнайық, күлейік, естелік айтайық, еске түсірейік. Естелікті алғаш 1-ші кластан бастайық. Сондықтан мен қазір өзім әкемнің рөлін ойнағым кетті. Сахида өледі деген шал сендерді осы бәрімізді 1-ші класқа бастар еді ғой. Бірінші класста мен айтпақшы кешіріңіздер, алдарыңа ас қойып, қолдарыңды бос қойдым демекші, мынау тамақтан, сусыннан алып болады бек. Досыңның асын қасыңдай же деген, давай, қасқырша тиіс алдыңдағыларға. Бөтөкілердің мойнын бұрап жұлып ал, қыздарға құйып қой. Бүгін рұқсат. Темірбай, балалық шақты, жастық шақты, 1-ші класстан бастап
ер жетіп бозбала болып 8-ші класста қыздарға хат жаза бастаған уақытқа дейін, одан кейінгі қырындаған, алып қашқан деген сияқты соған дейінгі мезгілдегі өмірді еске алуға құқыларың бар. Алиева, менің нағашым қайда? Бардыңге мына жерде жатыр ма екен? Дұрыс қой, ол оқыған жоқ біздің класста. Бар болса бауыр. Қазір енді мынау енді жігіттер 5-10 минут рұқсат, кішкене ар жаққа ел қонып алсын. Қазір сендер абыр-сабыр қасып